Құбыла медиа ұсынады. Бұл дәріс Шейх Назир Хаммадидің Әл-Мәбәдиюл Әсасия кітабынан. Лектор ұстаз Сафиуллин Жансұлтан. Бисмилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті Құбыла медиа көрермендер. Бүгін біздер иншалла Аллахтың қалауымен Шейх Назир Хаммадидің кітабын бастайтын боламыз. Шейх Назир Хаммади кітапты былай деп бастайды: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилля. Яғни барлық ислам ғұламаларының әдетіне сәйкес бисмиллямен бастайды және Аллаға мақтау айтады және пайғамбарымызға салауаттармен сәлем жолдайды. Жалпы кітап кез келген нәрсені бисмиллямен бастау, артынша альхамдулилланы айту, бұл исламда сүннет болған, мұстахаб болған амалдардың бірі. Кез келген ислам ғалымдарының кітабын қарайтын болсаңыздар, олардың барлығы өз істерін бисмиллахир-рахманир-рахим, яғни басмаламен бастайтын болған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде кім-де-кім өз ісін осы бисмиллямен, яғни Аллахты еске алумен, Аллахты зікір етумен бастамайтын болса, онда ол ісі аъта деп келеді. Хадистерде ол әрекеттің, ол істің берекесі болмайды, берекесі аз болады деген хадистерді келтіреді. Сол себептен осы хадиске сәйкес ғалымдар өз кітаптарын бисмиллямен, альхамдулилля сөздерімен бастайтын болған. وبعد فهذه رسالة مشتملة على فوائد متعلقة ببعض شروط تعلم العلوم وموانع ذلك مرتب على فصلين وخاتمة. Yani başkan кезде бұл кішігірім еңбек, автор өзі айтып жатыр, бұл кішігірім еңбек білім алуға қатысты шарттар, кейбір шарттармен және сол білім алуға кедергі болатын нәрселермен қамтылған, және бұл кітап екі тақырыпшадан және бір қорытындыдан тұрады дейді. Саммайтуха би мабади ал-асасия ли талибил улумил инсания ва биллахи та'ала тауфиқ. Яғни мен бұл кітапты al-mabadi al-asasiyya деп атадым дейді. Яғни mabadi al-asasiyya ли талибил улумил инсания, яғни адамдық ғылымдарды меңгерушіге арналған банағы кіріспе ретінде немесе mabadi al-asasiyya негіз ретінде осындай кітаптарын адым дейді. Кітаптың сол мабади ал-асасия, негізгі бастау, ли талибил улумил инсания дегені банағы адамдарға қажетті білімдерді меңгерушіге негізгі бастау деген кітап. Енді бірінші тақырып аль-фасл ауалу фи шурути талабил илм, яғни ілім алудағы, яғни ілім алудың шарттарына қатысты ең бірінші тақырып. اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن لتعليم العلوم وتعلمها شروطا. Автор былай деп бастайды. Яғни білім алу мен сол білімді үйрету, білім алуға қатысты бірнеше шарттар бар. Яғни жалпы былайша айтқан кезде кез келген нәрсенің алғы шарттары болады. Кез келген нәрсені бастар алдан сол әрекетті орындау үшін соның алғы шарттарын, кіріспелерін орындау керек. Мысалы, намаз оқу үшін намаздың уақыты кіру керек, намаз оқуға ниет болу керек, сенің бойындағы ластықтан, яғни үлкен кіші ластықтан таза болу керексің, дәретті болу керексің, әуреттерін жабық болу керек деген сынды алғы шарттар бар. Тура сол секілді білім алудың да өзінің алғы шарттары бар. Соның ең бірінші ниет мәселесі. فمنها أن تنوي بالتعلم امتثال أمر الله تعالى في طلب العلم والتقرب إليه. Яғни басқан кезде білім алудағы ең бірінші шарт сенің сол білім алу арқылы Алланың бұйрықтарын орындауға ниет қылу. Яғни сол білім алу арқылы Аллахтың бұйырған нәрселерін орындауға және сол білім алу арқылы Аллаға жақындауға ниет қылуың. Яғни басқан кезде ілімнің ең алғашқы шарты бұл Алла разылығы үшін, Алла үшін деген ниеттің болуы. Яғни ілім алу арқылы, сол ілім алумен Аллаға құлшылық етуді ниет қылу. Сол секілді білім алу арқылы Аллахтың құзырында өте пәс болған, өте төмен болған надандықтан тазару. Яғни білім алу арқылы надандықтың қараңғылығынан білімнің жарық нұрына шығуға ниеттену. Өйткені ниет барлық істің бастауы. Яғни ғұламаларымыздан келген сөз бар, ниет ол істің тірегі деген нәрсе бар. Ниет ол істің тірегі немесе фундаменті, іргетасы, ниет әр істің бастауы. Яғни амал адамның жасайтын іс әрекеті. Осы ниетке негізделеді. Яғни басқан кезде ілім алуда сен Алла разылығынан басқа нәрсені ойлама. Яғни басқа нәрселер дегеніміз сол білім алу арқылы мал табу, білім алу арқылы атақ абыройға кенелу, білім алу арқылы банағы
өзіңнің қарсыластарыңды жер қылу деген сынды, біреумен таласу, сол таласу диспутқа түсу, біреумен диспутқа түсіп, біреудің надандығын дәлелдеу, немесе өзіңнің артынан еретін адамдарыңды, өзіңнің фанаттарыңды жинау дейтін нәрсе болмау керек. Бұның барлығы құпталмаған арам ниеттерден саналады. Былайша айтқан кезде жалпы бірінші шартқа келетін болсақ, осы ниет шарты, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның барлықтарыңыз білетін хадис бар. Омар ибн Хаттабтан жеткен хадис, радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иннамал аъмалу бинният деп айтады. Яғни расында амалдар ниетке байланысты. Яғни сіздің ниетіңіз қандай болса, амалыңыздың беретін жемісі де сондай болады. Егер сіз білім алу арқылы Алла разылығын ниет қылған болатын, ниет қылсаңыз, осы Аллахтың калимасы, Аллахтың сөзі ұлық болсын деген нәрсе ниет қылған болсаңыз, осы дін тарату, осы ақиқатты тарату ниет қылған болсаңыз, Алла сол сіздің ниетіңізге сай сізге сауабын береді. Ал егер сіздің ниетіңіз банағы мал табу, пайда табу, ақша табу, атақ, абырой жинау, мансапқа кенелу болатын болса, Алла солай сіздің ниетіңізге сәйкес сізге жазасын да беруі әбден мүмкін. Енді келесі шарты وَمِنْهَا أَنْ تُقَدِّمَ مِنَ الْعُلُومِ الْأَهَمَ فَالْأَهَمَ. Яғни білім алған кезде ең бірінші маңызды ілімдерді үйрену, содан кейін сол маңыздылығына сәйкес дәрежелендіріп отыру. Яғни былайша айтқан кезде білім алған кезде ең бірінші білуіміз керек болған нәрсе біздің жалпы ислам шариғат пәндеріндегі ең бірінші біздің білуіміз керек болған, үйренуіміз парыз болған нәрселерді ғылым хал деп атайды. Яғни ильмул хал деп атайды. Таалимул мутаалим кітабында осыны әдемі жеткізген. Жалпы білім алар кезде адам ең бірінші өзінің халіне қарау керек, өзінің жағдайына. Дәл қазір маған не нәрсе қажет? Қандай пән қажет? Мысалы, біреуде Аллаға деген сенім дұрыс болмауы мүмкін. Ондай адамға ең бірінші ақида білімін үйрену керек. Бір адам намаз оқысы келеді. Ондай адамға намаз қалай оқу керектігін үйрену керек. Бір адам дәрет алу білмейді. Ондай адамға дәрет алуға қатысты үкімдерді үйрену міндеттеледі. Яғни осы нәрсені ғылым хал деп атайды. Мысалы, бір адам үйленгелі жатыр. Ондай адамға үйленудің осы неке шарттарын, неке мәселелерін, шариғаттағы некеге қатысты фиқ үкімдерін білу міндеттеледі. Бір адам сауда-саттық мәселесімен айналысайын деп жатса, онда демек ол адамға бана муамалат бабын, сауда-саттық бабын үйрену парыз болады. Яғни ғылым хал дегеніміз осы. Кей жағдайда мынандай нәрселерді байқап жатамыз. Бір адам енді ілім жолына түседі, ол адам банағы өзіне міндетті болған, маңызды болған білімдерді тысқары қойып, банағы араб тілін үйрену алдымен, араб тілін грамматикасы, синтаксисті үйрену, риториканы үйрену, содан кейін жаймен деп қысқа мәтіндерді бастау, одан кейін сол шарықтарды үйрену, содан кейін барып хашияларға кірісудің орнына банағы әртүрлі мазхабтар арасындағы талас тартысқа кіріп кетіп жатады, банағы актуалды емес мәселелерге кіріп кетіп жатады, өзіне маңызды болмаған нәрселермен айналысып кетіп жатады. Бұның барлығы негізінен ғалымдарымыздың сөзімен келтіретін болсақ, бұның барлығы негізінен шайтанның алдауы болып есептеледі. Осыған қатысты Шейх Низар Хаммади хафизахулла имам Маликтің сөзін келтірген, рахималла. Имам Малики мазхабының негізін қалаған Муатта атты еңбегі бар. Ол кісі былай дейді: Вақат суиля ан талабил илми. Яғни имам Маликтен бір адам келіп ілім талап ету турасында сұраған. Яғни ілім талап етудің үкімі қандай, немесе ол жалпы қандай амал деп. Сол кезде имам Малик хуа хасанун деп жауап берген. Бұл жақсы амал. Кейбір басқа риуаяттарда хасанун джамил деген сынды сөздер айтады. Яғни өте керемет, жақсы амал. Валакин унзур иля ма ялзамука من حين تصبح حتى تمسي ومن حين تمسي حتى تصبح فألزمه نفسك ولا تؤثرن عليه شيء. Яғни былайша айтқан кезде имам Малик сөзінің жалғасын айтады. Білім талап ету бұл жақсы нәрсе, алайда сен таң атқаннан кеш батқанға дейін және кеш батқаннан таң атқанға дейін саған маңызды болған нәрсеге назар сал. Яғни саған дәл қазір не нәрсе маңызды, сол нәрсені ұстан, сол нәрсені үйрен, сол нәрсені меңгер, және ол нәрсені басқа заттармен алмастырма дейді. Яғни былайша айтқан кезде сіз егер сіз 5 уақыт намаз оқып жүрген, мешітке тұрақты барып жүрген жамағат болсаңыз, сізге міндетті болған нәрсе, сіз дәл қазір не нәрсемен айналысып жүрсеңіз, немесе қай мәселеде сізде бір білімсіздік болса, сол нәрсені жою сізге маңызды. Ал егер білім талап етуге шыққан шәкірт болсаңыз, діни шариғат білімін талап етуге шыққан шәкірт болсаңыз, егер шәкірттіктің алғашқы жылы болса, онда сізге банағы араб тілін меңгеру, содан кейін банағы қысқа мәтіндерді үйрену, сондай амалдар сізге міндеттеледі. Осыған қатысты имам Сахнунның сөзін келтіреді. Вақала имам Сахнун рахималла. Имам Сахнун дегеніміз бұл хижр санау бойынша 240 жылдары дүниеден озған Малики мазхабының үлкен ғалымдарынан. Бұл кісінің Әл-Мудауана дейтін еңбегі бар. Осы Әл-Мудауана осы Малики мазхабындағы негізгі еңбектердің, фундаменталды кітаптардың бірі.
Ол кісі былай дейді: "Ман кана фихи мавди'ун ли риджал имамати фаваджибун алейхи қувату талаби ва ман алхамаху Аллаху ат-тақарруба илейхи би қувватил бахси анил илми ва риваяти ва тафаққухи фихи ва ли'инаяти фақад ваффақаху Аллаху ли афдали ма тақарраба бихи ал-амилуна иза саххат фи залика ниятуху ва салимат сариратуху." Былай кезде имам Сахнун былай дейді: егер де Алла тағала бір пенденің жүрегіне илхам қылса, яғни пенденің жүрегіне банағы Аллаға жақындаудың ілім арқылы, ілім талап ету арқылы, немесе ілімді риваят ету арқылы, бір ғылыми ізденіс арқылы, немесе сол ғылымға, білімге көмектесу, жәрдемдесу арқылы Құдайға жақындау дейтін нәрсені жүрегіне салған болатын болса, Алла тағала ол адамға, егер оның әлгі адамның ниеті дұрыс болса, ниеті дұрыс болатын болса, ізгі амал қылып жүргендердің ішіндегі ең абзал амалды жүрегіне салғаны дейді. Басқан кезде имам Сахнунның сөзі мына қорытындылайтын болсақ мынандай нәрсе: ілім алу, немесе сол ілімді тарату, ілім алуға жәрдемдесу, бұл ізгі амалдардың ішіндегі ең абзал амалдардан, яғни Құдайға жақындататын, жәннатқа жетелейтін абзал амалдардан. Өйткені сахих хадистер бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатқа жетелейтін ең жеңіл, ең жақын жолдың осы білім алу екендігін айтқан хадистер бар. Сол секілді білім алушы адамға періштелер қанат жаятындығы, аспан мен жердегілер истихфар айтатындығы, тіпті мұхиттың ішіндегі балықтар, киттер, банағы тіршілік иелерінің барлығы ол үшін истихфар, салауат айтатындығы турасында жеткен хадистер өте көп. Талап етудің, сол секілді ілім талап етудің тағы бір шарттары: أن تقصد به تكمل نفسك لأن بعلم تعرف فضائل ورذائل. Яғни білім талап ету арқылы адам өзінің жанын, өзінің болмысын кемелдендіру. Өйткені білім арқылы адам жақсы нәрсені, жаман нәрсені үйренеді. Яғни білім арқылы адамға адал арам нәрселер білінеді. Сол арқылы адам банаға жақсы нәрсе не екенін, жаман нәрсе не екенін, бана моральдық құндылықтарды, діни құндылықтардың барлығын меңгеріп шығады. Сөйтіп сол нәрсеге амал ететін болса, жақсы нәрселермен амал етіп, жаман нәрселерден алыстайтын болса, адам өз болмысын тазартады, өз болмысын кемелдендіреді. Ва иза урифат тахайяти нафсу бa'да залика литахалли би муqtada ma huwa fadilatun wa takhalli an muqtada ma huwa radhilatun bihasabi ma yusa'iduha at-tawfiq wa tunhiduha al-inayatu ar-rabbaniyya. Басқан кезде банағы біз айтқан нәрсе, білім алу арқылы адам жақсы нәрселерді бойына сіңіріп, жаман нәрселерден арылатын болса, адам Аллахтың қалауымен, Аллахтың жәрдемімен өзінің болмысын, өз нәпсісін кемелдендіреді, бана кемелдікке жетеді. Өйткені сахабалардың радиаллаху анхум, сахабалардың өміріне қарайтын болсақ, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келіп әрдайым харам нәрселер туралы сұрайтын болған, белгілі бар амалдың харам екендігіне қатысты үкім сұрайтын болған, немесе мына нәрсе жақсы ма, мына нәрсе жаман ба, маған қандай іс-әрекет бұйырасыз, маған не нәрсені өсиет қыласыз, мен қай амалмен жұмаққа жетелей, қай амалмен жұмаққа кірем, қай амалмен Алланың разылығын табам деген сынды сұрақтар келіп, сұрақтар қоятын болған. Ғалымдарымыз, ұстаздарымыз сахабалардың бұлай сұрау себебі, олар харам нәрсені сұрап алу арқылы сол харамның шекарасын бекітіп, оған келесіде жақындамайтындай болады. Адал нәрсені сұрау арқылы, сол адал нәрсені ұдайы орындау арқылы Аллахтың разылығына жететін болады деп түсіндірген. Ендеше осымен біздің алғашқы дәрісіміз тәмам. Ва ахри дауана валхамдулиллахи раббил алямин.